19 күн өзіңнің мақсатыңды анықтау. 19 күнде мақсат қою және оны нақты анықтауға арналған күн. Көп адам армандайды, бірақ нақты мақсат қоймайды. Ал мақсат әрекетті бағыттайтын шамшырақ. Бүгін өзіңе сұрақ қой. Мен неге жеткім келеді? Неліктен бұл маңызды? Жауаптар нақты болса, әр ісіңіз бағытталады, энергия мен уақыт босқа кетпейді. Мақсатқа жету тек жоспарлау емес, тұрақты әрекет. Кішкентай қадамдар да маңызды, әр күн бір жетістікке апарады. Өзіңе сен, жоспар құр, және оны жүзеге асыруға күш сал. Бұл күні өз мақсаттарыңды жазып шығыңыз. Әр мақсатқа қысқаша іс-қимыл жоспарын қос. Мақсатқа жету жолында кездесетін кедергілерді де ойла, бірақ олардан қорықпа. Тапсырма. Бірінші, бүгінгі күнге нақты мақсат қойып жазып шығыңыз. Екінші, сол мақсатқа жету үшін 3 нақты қадамды анықтаңыз. Үшінші, кедергілерді ойлап, оларды қалай жеңетініңізді жазыңыз. Төртінші, қысқаша дұға жаса. Мақсатқа жетуге күш пен ақыл сұрау. Адамға мақсат қоюдың, оны нақты анықтаудың және әрекетке айналдырудың маңызын көрсетеді. Мақсат өмірдің жол сілтеушісі. Достар, каналға тіркеліп, пайдалы контентті бірге қолдайық. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.